Ассалаумағалейкум, аса құрметті қазақ елі. Қазіргі мен сіздерге оқиын деп тұрған өлеңімнің тақырыбы суицидтен қалай тағдыр қиылды. Өлгендер көп, туу саны тыйылды. Өмір қиын, проблемалар жиылды. Қызғанышпен қаржығып амалсыз, суицидтен қалай тағдыр қиылды. Суға батып, өзін өртеп, асылып, жұқарымен жеке кетті басылып. Өкініштен тұр өзегім өртеніп, жараларын меңдей берді қасылып. Қарыз азап сөйлей түстік жекіріп, шақтырмаса үстелінде кекіріп. Жын көрініп, ес ауысып түңілген, этаждардан кетіп жатыр секіріп. Махаббаттың тар жолына сияды, біреу үшін басқаларды тияды. Кей қарындас тастап кетсе жігіті, сағ болып тамырланып қияды. Сине китте су мойынның кесірі, арта түсті марқұмдардың жесірі. Санымыздың артпағаны интернет, қызғанышпен қарыздардың кесірі. Ал адамзат өмір алқа қол алмас, құрбандардың орны қайта тола алмас. Қарыз сезім өтер кетер қаңбақ шал, денсаулық пен бостандықта бола алмас.